36 жыл бұрын әкесі оны өрт сөндіру бөлімінің жанына тастап кеткен болатын. Бірақ баласы өш алу үшін емес, ештеңеге мұқтаж емес екенін көрсету үшін оны тауып келді. Асырап алған ата-анасы оны жақсы тәрбиелеп өсірген соң, қазір айына миллиондаған табыс тауып, астына сәнді көлік мініп жүр. Ол өзінің туған әкесі Уильямға оны тастап кеткені өміріндегі ең үлкен қателігі болғанын, және оның кім екенін білсе де, ештеңесіне зәру емес екенін дәлелдегісі келді. Әкесі оны ішке шақырады. Үйге кіргенде Уильямның жүзінен қатты өкініш пен кінәлілік сезімі байқалады. Ол кезінде нашақорлыққа салынғанын, ал анасы босану үстінде көз жұмғанын айтып ақталады. Көк тиыны қалмаған соң, амалсыз сәбиді өрт сөндіру бекетінің табалдырығына қалдырып кеткен екен. Өз іс-әрекеті үшін өмірден жазасын тартқанын да жеткізді. Баласы басында қатты ашуланып, оны бәрібір кешірмейтінін айтып балағаттап кет қаласы келеді. Бірақ іштегі қимастық пен ауырсыну жібермей, кері бұрылып, әкесінен немерелерімен танысқың келе ме деп сұрайды. Қарт кісінің қуанышында шек болмады. Үйге келген соң, баласы Уильямды отбасымен таныстырады. Балалары қарттың жыртық жынсы шалбарына күлсе де, ол еш ренжімеді. Керісінше, олардың көңілін көтеруге тырысады. Ұлы бұл көріністі сырттай бақылап, іштей арпалысқа түсті. Ол әйеліне қарап: «Кезінде бұл адам мені далаға тастап кетті, ал қазір мен оны қонаққа шақырдым», деп көзіне жас толған күйі еріксіз күле бастайды. Олар қоштасар алдында Уильямның қатерлі ісіктің соңғы сатысында екені және бірнеше ай ғана өмір қалғаны белгілі болды. Әлгінде айтқан жазасы осы екен. Ол баласына қарап: «Маған отбасыммен танысуға рұқсат беріп, үлкен ізгілік жасадың. Асырап алған әкең сені мақтан тұтатын шығар», деді. Бұл сөздерден кейін баланың жүрегі сыздап кетеді. Әйелімен ақылдаса келе, олар Уильямды өз үйлеріне тұруға шақырады. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады.